Сәлем баршаңызға. Бүгін үй жағдайында өте дәмді голубцы тамағын жасаймыз. Егер де менің голубцы тамағым сіздерге ұнап жатса, YouTube каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазды ұмытпаңыздар. Видеомды соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен болгарскийімізді әкеліп, осылай жақсылап, тазалап, жуып аламыз. Ішіндегі дәнектерін бәрін тазалап, жуып аламыз. Сумен 2-3 қайтара жақсылап жуып аламыз. Ішіндегі дәнектер қалып кетпеу үшін суға осылай жақсылап біртіндеп жуып аламыз. Болгарскийіміздің ішіне начинкасын дайындаймыз. Ең алдымен күрішімізді жақсылап суға жуып, пиязымызды турап алып, барлығын бірге араластырамыз. Қара бұрышымызды саламыз, дәміне қарай тұзымызды салып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Жақсылап араластырып болған екен, болгарскийдің ішіне барлығын тығыздап начинкамызды салып аламыз. Менің яғни дайын болып тұр. Барлығы дайын болып тұр. Дәл осындай видеодағыдай жасап аламыз. Мен сіздерге болгарскийдің ішінде салған көрсетпедім, себебі менің қолымда телефон болды. Арнайы бір ыдысымызға майымызды құйып, пиязымызды жақсылап қызарғанға дейін қуырып аламыз. Артынан помидорымызды қуырып аламыз. Дәмі шығу үшін картошкамызды салып, жақсылап барлығын араластырып аламыз. 1-2 минут қуырып болғаннан кейін дайын болған болгарскийімізді біртіндеп осы картошкамыздың үстіне қойып шығамыз. Мен барлығын біртіндеп осылай қойып болғаннан кейін үстіне ыстық су құямын. Ыстық су құйсаңыздар, тамақтарыңыз өте дәмді болады, езілмей піседі. Мұздай су құйғаннан кейін тамағымыздың сәл дәмі кетіп, ішіндегі начинкалар түсе бастайды. Суымызды толтырып құймаймыз. Осы бетінде аз-маз ғана су болу керек, яғни өзінің буымен де әдемі піседі. 30-35 минутқа бетін жауып, қазанымыз қайнағаннан кейін астын азырақ отқа қойып, 30-35 минутқа қойып қоямыз. Дәміне қарай аз ғана тұз саламыз. Көп салуға болмайды, себебі біз начинкасына да тұз салдық. Біздің голубцы тамағымыз пісті, өте әдемі. Үстіне өздеріңіз сәндік үшін көк пияздарыңызды, укроптарыңызды турап салсаңыздар болады. Сіздермен бірге мен Ләззат.